Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен пончики дайындаймыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Бұл пончиктер духовкада піседі және құрамында ашытқы қосылмаған. Көтеріліп, дәмді әрі жұмсақ болып дайындалады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрғақ ыдысқа бір жұмыртқа қосамыз. Қант саламыз. Ванилин қосамыз. Тұз қосамыз. Бір ас қасық күнбағыс майын қосып, жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық қаймақ қосамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ірімшік саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Басында 2 ас қасық ұн саламыз. Одан кейін қопсытқыш саламыз және жақсылап араластырамыз. Енді қалған барлық ұнды салып, араластырамыз және қолмен жақсылап илейміз. Осындай қамыр болып шықты. Енді 12 бөлікке бөлеміз. Видеода көрсетілгендей осылай домалақтап аласыздар. Енді міне видеода көрсетілгендей осылай ортасын алып тастайсыздар. Міне біздің пончиктарымыз осылай формада болып шығады. Бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің пончиктарымыз дайын болды. Үстіне қант ұнтағын себесіздер. Өте дәмді керемет болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі менен қандай рецепт күтесіздер, пікірге жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міне пончиктарымыздың арасы жұмсақ болып, көтеріліп піседі. Өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.